Құрметті офицерлер мен сарбаздар, туған елге қош келдіңіздер. Бәріңіз де аман-есен оралып жатсыздар. Шын жүректен қуаныштымын. Сіздер ұлттық бітімгерлік құрам сапында табысты қызмет атқарып, халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес қостыңыздар. Елімізге жүктелген жауапты міндетті жоғары деңгейде атқарып шықтыңыздар. Ерлік пен батылдықтың озық үлгісін көрсеттіңіздер. Сол арқылы ұлттық армиямыздың, тұтас мемлекетіміздің беделі көтерілді. Бітімгер болу үшін бейбітшіліктің елшісі болу деген сөз. Бұл үлкен абырой әрі зор жауапкершілік. Нағыз ер жүрек жауынгерлердің қолынан келетін іс. Баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Қазір әлемдегі жағдай аса күрделі екенін білесіздер. Түрлі қақтығыстар болып жатыр. Өкінішке қарай, оның бәрін келіссөз арқылы шешу мүмкін болмай тұр. Мұндай кезде бітімгершілік миссиялары айрықша рөл атқарады. Қазақстан бейбіт ел. Біз әлемде тұрақтылық орнатуды көздейтін барлық бастаманы қолдаймыз. Еліміздің қарулы күштері 2014 жылдан бері Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік қызметіне өз үлесін қосуда. 80 азаматымыз байқаушы және штаб офицері ретінде бірнеше миссияға атсалысты. 700-ге жуық әскери қызметшіміз Біріккен ұлттар ұйымының арнайы операцияларына қатысты. Олардың ішінде Әлия мен Мәншүктің Хиуаздың жолын жалғаған жау жүрек арулары да бар. Мен сіздерге де арнайы алғыс айтқым келеді. Бізге мұндай миссиялар елдің абырой беделін көтеру үшін ғана емес, бұл ең алдымен сарбаздарымыз жаңа дағдыларды игеріп, тәжірибе жинау үшін керек. Сондықтан көптеген ел бітімгершілік күштерге қосылуға ұмтылады. Бірақ бәріне бірдей сенім артыла бермейді. Ал Қазақстанға осындай мүмкіндік беріліп отыр. Былтыр ұлттық армия тағы бір тарихи қадам жасады. Қазақстан алғаш рет бітімгерлік міндетін дербес орындауға кірісті. Голан жоталарындағы операция аясында Біріккен ұлттар ұйымымен қарым-қатынасымыз мүлде жаңа деңгейге көтерілді. Біз толыққанды бітімгершілік күштері бар елдердің қатарына қосылдық. Қазақстан осы салада мол тәжірибе жинақтаған Орталық Азиядағы бірден бір мемлекет. Сонымен қатар сарбаздарды маңызды миссияларға даярлау ісін ерекше атап өткен жөн. Аз уақыт ішінде әскери қызметшілерді үйретіп, оларды халықаралық стандарттарға сай құрал-жабдықтармен түгел қамтамасыз ету үшін сапалы жұмыс атқарылды. Бұл әскеріміздің аса күрделі міндеттерді орындауға қабілетті екенін көрсетеді. Сіздер Сирия дағдарысының шешуші сәтінде ұтымды әрі батыл әрекет жасадыңыздар. Қазақстан армиясының кәсіби деңгейі жоғары екенін дәлелдеп бердіңіздер. Сол күндері қазақ жауынгерінің асқақ рухы мен қайсарлығына бүкіл әлем куә болды. Сіздер қауіпті аймақтарда жұмыс істеп, ерен ерлік көрсетіп, мол тәжірибе жинап келдіңіздер. Енді осы тәжірибені бөлісіп, басқа да әскери қызметшілерді үйрету қажет. Бітімгерлік миссия кезінде меңгерген жаңа дағдыларды еліміздің әскер даярлау жүйесіне енгізу өте маңызды. Қазір 158 азаматымыз Африка және Таяу Шығыс аймағында бітімгершілік қызметте жүр. Болашақта Біріккен ұлттар ұйымы аясында өтіп жатқан басқа да миссияларға қатысуды жоспарлап отырмыз. Осылайша Қазақстан жер жүзіндегі бейбітшілік пен келісімді нығайтуға белсенді түрде атсалыса бермек. Қазақстан өмір сүруге қолайлы және қауіпсіз ел болуға тиіс. Мемлекет осы бағытта барлық қажетті шараны қабылдап жатыр. Заң мен тәртіп, отаншылдық пен жауапкершілік әскери қызметшілерге ғана емес, еліміздің барлық азаматтарына ортақ аса маңызды құндылықтар. Осы жасампаз қасиеттер қоғамда жан-жақты дәріптелуге тиіс. Себебі біз қазір бәріміз бір ел болып, әділетті, қауіпсіз және қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз. Құрметті сарбаздар, мінсіз жауынгерлік қызметтеріңіз үшін баршаңызға тағы да алғыс айтамын. Сіздерге тілекші болған жақындарыңызға ризашылығымды білдіремін. Сіздер елдік пен ерліктің туын биік ұстап жүрсіздер. Алдағы уақытта да қасиетті отанымызды қорғап, табанды еңбек етесіздер деп сенемін. Армиямыздың айбыны арта берсін. Еліміз аман, әскеріміз қуатты болсын.